Сәлем, бүгін біз каналымызда Хэллоуинға арналған суретті саламыз. Ең алдымен сол жағымызда экранда көріп тұрсыздар суретті нұсқасын. Ең алдымен талдың шетін және де талдың бұрышында екі асқабақтың суретін саламыз. Бір асқабақ үлкен, екінші асқабақ кішкентай. Осылай алма секілді асқабақты салып аламыз және де осындай жиектерін саламыз. Біздің асқабағымыз осындай әдемі, жиектері томпиған асқабақ. Кейіннен талды бейнелеп шығамыз. Себебі қазір түнгі уақыттағы аспанды бейнелеген кезде тал аймағын бояп өтпес үшін осылай талдың аймағын қарындашпен сызып алдым өзіме. Енді айды белгілеп аламыз және енді суретімізді ақырындап бояй бастаймыз. Көк түсті алып, оған кішкене қара түсті қосамыз, араластырамыз жақсылап. Себебі біздің аспанымыз көріп тұрғандарыңыздай жоғары жағы қаралау, ортаңғы жағы қанық көк, ал астыңғы жағы ақшыл көк түсті қылып үш түрлі тонда саламыз. Ең алдымен үстіңгі бөлімін осы қара көк түсті араластырып бояп аламыз. Кейіннен ортаңғы бөліміне жақындаған кезде гуашқа, яғни осы түске ақ түсті қосып, бір түстен екінші түске өту аймағын жұмсартып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бояп шықтық барлығын. Енді ақ түсті алып, ортаңғы бөлімін бояп шығамыз. Яғни астынан үстіне қарай осылай түсті, көк түсті осылай бояп шығамыз. Сол кезде бізде аспанымыз өте әдемі болып шығады, яғни барлық әсемдігін суретте бейнелеуге мүмкіндік туылады. Үстіңгі жағын енді үстіңгі жағының астың жағына қарай осылай көк бояумен жүріп шығамыз. Сол кезде біздің үш тонымыз суретте анық көрінеді, яғни қара көк түс және де ортаңғы түс көк, қанық көк, ал төменгі аймағымыз, яғни үшінші тонымыз ақшыл көк түс. Ендігі кезекте айымызды бояуымыз керек, яғни ақ бояуымызды алып, осылай айдың ішін толық
ақ бояумен бояп шығамыз. Кейіннен ақ бояумен бояп шыққаннан кейін жіңішке кисточкамызды алып көгілдір түсті қосамыз. Сол кезде айдың көлеңкесі салынады. Және сол арқылы біз айдың жүзіндегі көлеңкені бейнелейміз. Өте әдемі болып шығады. Қызғылт сары түсімізді алып, енді асқабағымызды бояймыз. Екі асқабақты да толығымен бояп шығамыз осылай. Біреу үлкен, біреу кіші. Кейіннен кішкентай жіңішке кисточкамызды алып, қара түсті бояуды алып, осылай көзін, мұрнын және де асқабақтың аузын саламыз. Бірінші асқабақтың көздері 3x3 формалы болса, екінші асқабақтың формалары көзінің сопақтау, домалақ келеді. Міне 3x3 салып аламыз. Екеуі бірдей болу міндетті емес. Бір линияда тұру да міндетті емес. Қалай салынады, солай салсаңыз болады, себебі бұл асқабақ. Мұрны кішкентай ғана 3x3 саламыз. Және де аузының иректер, яғни аузын бір линиямен кисточкамызды жүргізу арқылы, иректер жүргізу арқылы салып шығамыз. Екінші асқабағымызды саламыз. Енді көзін сопақшалы формалы көздері болады, екеуі де. Мұрны 2 танауын саламыз. Және де бұл асқабақтың аузы өзгеше. Бір ұзын сызық және де тісшелерін саламыз. Маңызды элементтері енді асқабақтың кіндігі. Оны жуанырақ қылып салу керек. Кейін асқабаққа контуринг жасаймыз міндетті түрде. Себебі контурингсіз суретіміз анық болмайды. Енді асқабағымыздың жиектерін салу үшін, томпиған жиектерін салу үшін қара бояуымызды сумен араластырып алдық. Сол кезде біздің бояуымыз ақшыл қара, яғни қанық емес түс болады. Бізге де керегі сол. Себебі жиектерін анық түспен салуға болмайды. Ол бізде кішкене ақшылдау түс болу керек.
Енді көк түсімізді алып, қалған асқабақтың бойындағы қалып қойған зоналарды бояп шығамыз. Ендігі кезекте біз қара түспен талды бояймыз. Неге қара түс деп сұрасаңыз, себебі айдың жарық түсуіне байланысты бізде тал көлеңкелі болып тұр, сондықтан да қара түспен бояймыз. Талдың сабақтарын көк түстің сыртына шығарып салуға болады. Өте қанық байқалады. Сондықтан да сіздерде солай салсаңыздар болады. Сабақтарын көп қылып салсаңыз болады, сабақтарын аз қылып салсаңыз болады. Ол тек қана сіздің талғамыңызға ғана сай. Қара түсті кисточка қолымда тұрғандықтан жерді, яғни жермен, асқабақтың бойындағы жермен шөпті салып алуды жөн көрдім. Яғни осылай бір линиямен жердің суретін салып алдық, және де осындай қисық сызықтар салғанымыз. Ол бізде шөп өсіп тұрған даладағы немесе қамыс, немесе бидай, немесе арам шөп десек те болады. Енді кішкентай жіңішке кисточкамызды алып, ақырындап талдың жапырақтарын саламыз.
жапырақтың салу тәсілі өте оңай. Міне осылай. Кисточкамызды 2 рет қағазға тигізу арқылы жапырақтың формасын салып шығамыз. Жапырақ бізде көп емес, себебі өздеріңіз білесіздер, Хэллоуин бізде күзде болатын мереке. Сондықтан да талда жапырақ көп болады деп ойламаймын бұл мезгілде. Енді ақ түсті бояуымызды алып, осылай жұлдызшаларды саламыз, яғни осындай нүктешелер салу арқылы бізде жұлдызды аспанды салып шығамыз. Суретіміздің соңғы элементтері ақ бояумен осылай асқабаққа түскен айдың жарқылын саламыз. Және де көзінің жарқылын, яғни айдан түскен жарықты бейнелейміз. Бізбен бірге сурет салуға шақырамын. Каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.